Әскерде оқыс оқиғалары жиі кездесетін. Мүмкін жас кезімдегі тарпан мінезіммен де шығар. Бірде казармада бір топ солдат теледидар көріп отырғанбыз. Бір кезде Қазақстанды, орманды, Көкшетауды, әсем Бурабайды көрсетті. Қызғанды ма, әлде әдейі айтты ма қасымдағы өңкейген бір орыс жігіт. Это не Казахстан дегені. Почему так думаешь? Дедім оған. Анау Қазақстан, это одни пески и верблюды, больше там ничего нет, деді елдің алдында қырсыға. Намысым келіп, ашуланғаным сонша орнынан атып тұрып, белдігімді ағытып темір жағымен әлгінің бетінен тартып жібердім. Тағы бірнеше рет құлаштай ұрғаным есімде. Көтеріле берген ол ыңырана бетін басып қайтадан отыра кетті. Белдіктің темірі құлағын жырып кетіпті. Командиріміз осы үшін маған қатаң сөгіс беріп, осылай енді қайталанса, сержанттықтан алып тастайтындығын ескертті. Дегенмен командирдің сөгісіне бұрын ана жігіттің еліміз туралы айтқан сөзін ұзақ уақыт ұмыта алмай жүрдім. Ұрып шығып соттала жаздадым. Кеңес одағының соңғы жылдарында, сонау 1988 жылдары Кавказдағы Арменияда қатты жер сілкінісі болған әлі есімізде. Сонда одақ құрамындағы барлық республикалар шеті қалмай шама-шарқы келгенше көмектескен болатын. Ол кезде біз әлі жаспыз. Айтайын дегенім, сол бір қиын қыстау күндерінде түк болмағандай армян жігіттері қалада гүл сатып жүретін. Бірде солардың біреуінен: сіздерде жер сілкініп көптеген адамдар зардап шегіп жатыр, ал сіздер болсаңыздар жайбарақат гүл сатып жүрсіздер деп айтқаным бар. Сонда әлгі гүл сатып тұрған жігіттің төбеден түскендей қылып: жер сілкініп қырылатын адам қырылып жатқан шығар, онда менің қақым қанша дегені. Ішімнен еліне жаны ашымайтын мынау не деген эгоисттер деп ойладым. Әрине, армяндардың ішінде де жақсы адамдар кездесетін шығар. Дегенмен осы елдің азаматшалары мен азаматтары анау қасындағы Әзербайжан, Грузия немесе Балқар, құмықтар секілді азаматтық қасиеті жоғары емес-ау деп кейде ой түйесің. Өмірде маған жолыққан армяндардың ұрды-жық, даурықпа, өр көкірек болып келетінін үнемі көріп жүргенмін. Кезінде әскерде жүргенімде осы армян жігіттерінің кесірінен соттала кете жаздаған едім. Енді сол оқиғаға келейік. Бірде көрші ротадан екі қазақ жігітті іздеп келді. Олардың бөлімінде менің ротама қарағанда біраз қазақ бар еді. Көп араласпасам да анда-санда көргенде қай жақтан екен сұрап жүретінмін. Әскерге жақында ғана келген жас сарбаздар екен. Маған айтқандары, сондағы армян жігіттері бұларға күнде тиісіп, ойларына келгендерін істететін көрінеді. Реті келгенде сөйлесермін деп, әлгілердің абыржығандарын басып, кейін тағы бірнеше рет келді. Әлгі армяндармен сөйлеспекке нәр тәуекел деп бір күні казармаларына бардым. Қазақтардың айтқаны әрекелиян деген бастайтын көрінеді. Сөйтіп бұларды жабылып ұратын секілді. Сан жағынан қазақтар аналардан көп болғанымен жуас жігіттер екен. Казармаларына келгенде сондағы бір қазақ жігіт оны меңзеп көрсетті. Ол болса шалқасынан төсекте жатыр, ірі жігіт екен. Қалғандары ар жағында домино ойнап отыр. Қасына кеп: «Ей, ара, армянша жігіт деген сөз. Я с тобой поговорить пришел», дедім. Ол болса орнынан қозғалмай: «Какой дурак тебя сержантом назначил?» дегені намысыма тие сөйлеп, домино ойнап отырғандары өре түре келді. Ана орнынан қозғалмай әлі жатыр. Маған не істей аласың дегендей түр көрсетіп: «Выходи один на один» деп аяғынан теуіп жібердім. Ол орнынан атып тұрды. «Ты трус, один сможешь выйти» дедім, жабылып кетеме деп қауіптеніп. «Сендер тыныш тұрыңдар» дегендей болды қасындағыларға өз тілінде сөйлеп. Сөйтті де айғайлап маған тұра жүгірді.
Сілтеген жұдырығын тегізбей жалт бұрылып, ту сыртынан шықтым. Қасымдағы тұрған табуреткамен бүйірінен ұрғанымды білем. Бері қарай бұрылған ол екі аттап бүгіліп отыра кетті. Осыны пайдаланып тепкілей бастадым. Қарап тұрған жақтастары жабыла кетті. Нағыз қырғын енді басталды. Шамам келгенше аналармен сермесіп жатырмын. Бір мезгілде «Ну-ка, прекратите!» деді біреу айғай-сап. Қарасам, кезекші бөлім майоры келіп тұр. Айға шу сап басылды. Аркелян мықшиып әлі отыр. Жақтастарының бірнешеуі оны көтеріп төсегіне жатқызды. Майор: «Қай жерің ауырып тұр?» деді анаған. «Қабырғам», деді анау ыңырсып. Медпункттен зембіл әкелуге бір солдатты жіберді. Кім кінәлі дегенде бізге қарады. Мынау кінәлі деп бәрі мені көрсетті. «Өз ротаңа бар, кейінірек сөйлесеміз», деді маған жеке қарап. Казармадан шығып бара жатып, алыстан қарап тұрған қазақ жігіттерін көрдім. Алаңдап ротаға келдім. Соттап диспатқа айдап жіберсе не істеймін деп ойладым. Жарты сағаттан кейін әлгі майор және капитан Васильев бір-екі солдатпен маған келді. «Әкел погондарыңды», деді майор ызғармен. Иығымдағы погондарымды жұлып алып қолына бердім. «Мынаны штабқа алып барыңдар», деді жанындағы солдаттарға. Аналар мені штабқа алып келді. Сотталатын болдым-ау деп ойладым. Өңі қоңырқай полковниктің анда-санда сыртынан көруші едім. Қарсы алдымда сол тұр. Полк командирі екен. Әлгідегі майор мен капитан Васильев те келді. «Ал, сайра сарбазым», деп полковник маған иек қақты. Болған жайтты қаз қалпында айтып бердім. «Ана қазақтар сонда өздерін қорғай алмай жүрме?» деп полковник ренжи сөйлеп. «Сенің кінәң аналарыңды қорғаймын деп іздеп барғаның. Оларда да кінә бар. Төбелес ашпай сөйлесуге болмай ма?» деді. Біраз нәрсені анықтап сұраған соң мені сыртта күттеп шығарып жіберді. Ойым 10 саққа жүгіріп есік алдында біраз жүрдім. Аздан кейін кезекші солдат мені ішке шақырды. Полковниктің алдына қалтырап әрең келдім. «Сен өзі мұндай төбелесті бірнеше рет қайталаған көрінесің. Берілген сөгістерің бар екен. Ананың қабырғасына ауыр зақым келтіріпсің. Осы ісің үшін әскери трибуналға беріп соттатып жіберуге болар еді. Дегенмен осы жолы аналардың өздері кінәлі. Саған соңғы рет ескерту береміз. Еліңе аман кеткің келсе, тыныш жүр. Погондарын қайтарып бер», деді капитанға қарап. Қуанғанымнан казармаға жүгіріп келдім. Біраздан соң рота командирі погондарымды әкеп берді. «Погондарыңды тағып ал. Қайткенменде сен жарадың. Полковник сені батыл қазақ екен деп мақтады». Капитан осыны айтып жымиып күлді де объекттегі бөлімге кете бер деді артымнан. Сөйтіп әскерде жүргенімде осы армяндардың кесірінен соттала кете жаздағаным бар.